Бүгінгі күндеріңіз берекелі болсын. Бүгін венский вафли жасаймыз. Екі дана жұмыртқамызға қантымызды қосып ерігенше араластырамыз. Сары майымызды, жылы сүтімізді қосып араластырамыз. Қамыр қопсытқышымызды қосамыз. Ванилин қосамыз. Онда бірнеше бөлікке бөліп араластырамыз. Алдын ала вафельницамызды қыздырып аламыз. 2 қасықтан массамызды, қамырымызды яғни салып шығамыз. Екі беті қызарғанша пісіріп аламыз. Осымен вафельницаларымыз дайын болды. Жеміс жидекпен немесе бетіне сахарный пудра, шоколад сеуіп өз қалауларыңызбен әсемдесеңіздер болады. Жасалу жолы өте қарапайым. Қазақстан шоколадын қолданып бетіне сеуіп шықтым. Сіздер өз қалауларыңызда қандай шоколад қолданатындарыңыз. Шоколадымызды осындай мешочкқа салып, бокалымызға орналастырып, үстіне қайнаған су құямыз. Шоколадымызды жағып шығамыз. Сахарный пудрамен осылай сепсеңіздер де өте дәмді, әдемі шығады. Осымен венский вафлиіміз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, мені қолдап, лайк, комментарий басып кетіңіздер.
Рахмет. Ас болсын.